Ғалымдар жүректі бір губкаға теңейді. Губкаға сүтті құйып сықсаң, сүт шығады дейді. Қанды құйып сықсаң, қан шығады дейді. Сол сияқты мына адамның жүрегі не нәрсеге толы болса, оның жүзінен сол нәрсе шығып қояды екен да. Негізі адам баласының денесіндегі ең негізгі мүше бұл адамның жүрегі. Пайғамбар алейхиссалату вассалам бір хадисінде айтады: инна фил жасади мудғатан, адамның денесінде бір ет бар дейді. Иза салахат салахал жасаду куллу, егерде ол түзеліп кетсе, бүкіл дене түзеліп кетеді дейді. Ва иза фасадат фасадал жасаду куллу, егерде ол бұзылып кететін болса, бүкіл дене бұзылып кетеді. Ала вахиял қалб, біліп қойыңдар, ол жүрек деген екен да. Мына жүрек түзелсін, жүрек түзелсе барлық дене түзеледі. Адамдар күнә жасап жүр, ойлайды біз қолмен жасап жүрміз, көзбен, іспен жасап жүрміз. Жоқ, жүрекке күнә кіріп алған адамның денесі ешқашанда түзелмейді. Жүрекке иман кіріп алған адамның дене мүшесі ешқашан бұзықтық жасамайды. Сол үшін адам баласы жүрегіне мән беру керек. Мына біздің дана ата-бабаларымыз айтқан, тіл мұсылман не керек? Діл мұсылман болмаса дейді. Мына діл деген жүрек қой негізі. Сол жүрегімізді түзетуге тырысуымыз керек қазір заманда.